Сәлеметсіздерме? Бүгін сіздермен Pixoft және мен Мақсат. Бүгін біз сіздермен Income Business оқыту платформасына видео шолу жасайтын боламыз. Жалпы Income Business компаниясы Instagram'да әрлеуді, бренд қалыптастыруды, жалпы продажаны үйрететін компания болып табылады. Ендеше осы компанияның сайтына кіріп талқылайық. income.kz деп кірген бетте алғашқы кіру бетіне түсеміз. Бұл жерде бізден логин және құпия сөзді теруді сұрап жатыр. Бұл платформада регистрация жоқ, яғни тек қана аккаунты бар қолданушылар ғана платформаға кіре алады. Ендеше аккаунтымызды жазайық. Логин жазамыз, астына құпия сөз. Кіру батырмасын басамыз. Сайтқа кірген сәтте ең алғашқы курстар тізімі бетіне өтеді. Бұл жерде қазіргі кезде 11-ге жуық курстар бар. Қарап көргендеріңіздей. Міне, бұл жерде курстардың бағасы жазылған, баннері көрсетілген және де осы курстың тақырыбы жазылған. Кез келген курсты ашатын болсақ, мынау курстың өзінің жеке беті. Бұл жерде осы курс жайлы ақпарат берілген, толықтай описание жазылған, және де осы курсқа кішігірім таныстырма видеосы көрсетілген. Сонымен қатар сол жағында осы курстың сабақтары бар. Міне, бұл курста 8 сабақ бар екен. Кез келген сабағын ашып қарайық. Бірінші сабағын ашатын болсақ, міне ашылды. Бұл жер сабақтар беті болып табылады. Бұл жерде сабақтың бірінші тақырыбы көрсетілген, сабақтың кішігірім описаниясы көрсетілген, астында сабақтың видеосы және де оның астында сабақтың толық описаниясы көрсетілген. Сонымен қатар осы сабаққа байланысты үй тапсырмасы жазылған және де осы сабақтың кішігірім видео түріндегі материалдары көрсетілген қосымша. Және де материал жүктеу кнопкасын басу арқылы біз PDF немесе DocX форматындағы қосымша материалдарды жүктей аламыз. Және де бұл жерде пікір қалдыру бар, яғни қолданушылар осы сабаққа байланысты өздерінің пікірлерін жазып қалдыра алады. Жалпы бұл жерде видеоға келетін болсақ, видеоларымыз жалпы YouTube постингінде сақталып тұр. YouTube'да, бірақ біз платформаға алып келгенде бетіне арнайы плеер мен защита қойып, платформадан шығарамыз. Бұл жерде кірген қолданушылар бұл видеоны ешқандай көшіріп ала алмайды, басқаға тарата алмайды, тек қана осы платформадан ғана көре алады. Ендеше басты бетке өтейік. Басты бетте бізде сонымен қатар меню бар, сол бетте. Менюде менің курстарым бар. Менің курстарым бетіне тек қана өзі сатып алған курстар ғана көрінеді. Және де сұрақ жауап беті бар. Сұрақ жауап бетінде жалпы осы платформаға байланысты сұрақтар көрсетілген. Сұрақтарға жауаптар таба аласыздар. Және де ережелер беті бар. Осы платформаны қалай қолдану керектігі туралы ережелер жазылған. Достар, бұл платформаның тағы бір ерекшелігі, бұл платформаға қанша видео сабақ салсақ та, қанша курс қосу, сабақ қосу жағынан ешқандай шектеу жоқ. Қалағанымызша сабақ, қолданушыларды, курстарды қоса береміз. Және де бұл платформада админка бөлімі бар, бірақ қазір сіздерге ол бөлімді көрсете алмаймын, өйткені ол бөлім тек қана Income Business иелері ғана көре алады. Егер біздің консультацияға жазылатын болсаңыздар, сіздерге арнайы өзіміз дайындаған осы админка бөлімін көрсетеміз. Ол жерден жалпы курстарын қалай қосады, қалай өшіреді, қалай өзгертетіні туралы ақпараттар ала аласыздар. Сонымен қатар, достар, міне оң жағында бізде тағы да кішігірім меню бар. Бұл жерде өзінің жеке аккаунтына кіріп, өзінің данныйларын өзгерте алады. Email, FIO, телефон, пароль деген сияқты. Сонымен қатар, шығу батырмасын басып, платформадан шығып кете аламыз. Егер қолданушы платформада өзінің паролін ұмытып қалған жағдайда, оны қайта қалыпқа келтіре алады. Ол үшін құпия сөзді ұмытып қалдыңыз ба деген сілтемені басып, осы жерден өзінің emailін жазса, оның почтасына хат түрінде барады, восстановление жасайтын функция.
Жалпы бұл платформаны біз 2019 жылы жасадық. Одан бері 2 жыл өтті. Достар, егер сіздерге де осындай өздеріңіздің онлайн курстарыңызды салып өтетін платформа қажет болса, бізге жазыңыздар. Дизайнын әдемі қылып, ешқандай ақаусыз жұмыс жасайтын платформаны сіздерге жасап беруге дайынбыз. Жалпы осы видеоның астында описание жазылған. Біздің ол жақта сайтымыз, инстаграмымыз көрсетілген. Сайтқа кіріп заявка қалдырып, немесе инстаграмға кіріп дайректке жазсаңыздар, сіздерге жазып, байланысып, осы платформа жайлы толықтай ақпарат беруге дайынбыз. Достар, осымен біздің бүгінгі шолу аяқталды. Сіздерге ұнады деген сенімдеміз. Сау саламатта болыңыздар.